Барлықтарыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздерге «Пока не поздно» атты дораманың бірінші бөліміне қысқаша шолу жасаймыз. Бұл сериалда қыз адамдарға өлуіне қанша қалғанын көре алатын қасиетке ие. Олай болса, көп созбай бастаймыз. Киноның басты кейіпкері Чой Мика автобуста өзінің сүйікті әнін тыңдап отырады. Ал бұл кезде көрші көлікте жастары келіп қалған қос жұп кетіп бара жатады. Қолдарында сыйлықтары мен бала-шағаларының туған күнін тойлауға аттанады. Бір кезде байқаусыздан көлік авариясы орын алып, көліктер бір-бірімен соқтығысады. Бұл жағдай автобусқа кідірместен тоқтауына тура келеді. Чой не болып жатқанын көруге далаға шығып, әр адамның жанынан өте бергенде, әрқайсында кері кетіп бара жатқан таймерді көз шалады. Өйткені дәл осы Чой де адамдарға қанша қалғанын білетін үлкен қасиетке ие. Дәл ол әлгі жұпты кездестіреді. Күйеуі Чойге әйеліне көмектесуіне сұрайды. Ойланбастан Бинт пен әйелінің жарақатын таңады. Сол кезде күйеуінің қайтыс болуына қалған уақытын көреді. Оған 1 сағат 40 минут қана қалыпты. Арада аз уақыт өтпестен дәл әлгі жігітте жүрек талмасы ұстайды. Әйелі көмекке адам шақырғысы келген. Чой болса жай ғана күйеуінің жанында бол деп кеңес береді. Одан соң өз қолына қараса, оған 167 күн қалған. Арада аз уақыт өткен соң Чой өзінің құрбысы Соға келеді. Оған дәрі-дәрмек және де асыға күткен помадасын береді. Со Чойға Парк есімді жігітпен кездесіп жүргенін айтады. Және де өз кезегінде Чой боянуға көмектесіп, Парк мырзаны күтіп алады. Парк өзінің гүлдерімен келіп оны табыстай бергенде, Чой оның қолынан қайтыс болуына 67 күн қалғанын көреді. Ал құрбысына бақандай 2 жыл бар. Чой бұны айтпастан кастингке аттанады. Ал бұл уақытта Доха, бизнесмен байдың баласы, өзінің хирург досымен әңгімелеседі. Доха, доктор берілген тапсырмаларды уақытылы орындамаса, сізге қиын болады дейді. Доханың талмасы бар еді. Ал қарындаш пен партаны тоқылдату оның ығырын шығарады. Және көз алдына өткен елестейді. Сонда ол өзінің сүйіктісін іздеумен болады. Дәрігер қабылдауынан соң қызметшісіне көлігін алдыртып айдағысы келеді. Көлікті оталдырған соң әуеде қалғып жүрген затты көріп қарап тұрғанда, байқаусызда көлікті артқа қарай айдап қап Чойды соғады. Көліктен атып шығып, Чойге қарап жүрмейсің ба деп ұрса бергенде, Чой бұл сенің кінәң деп екеуі ұрсады. Ұрысқаннан пайда жоғын түсініп, Чой кете бергенде Доха оны жібермей қояды. Кейінірек сен мені осы ісім үшін сотқа тартып, әулетіміздің абыройын құртуы мүмкін дей келе, инвалидтік арбаны алып, Чойды отырғызып ауруханаға баруына мәжбүр етеді. Дәрігер оған бинт байлатқызып, денсаулығы жақсы деп шығарып салады. Ауруханадан шыға берісте Дохадан кастингке апаруын сұрайды. Бірақ Доха келіспейтіндігін айтады. Чой қырсығып оның көлігіне отырып ап, кастингке апарып тастамаса көліктен түспейтіндігін айтады. Қыздың кетпесін білген Доха оған шартпен көлікті ұсынады. Шарты бойынша көлікті Чойдың айдауы қажет. Қуана келсе кастингке тартады. Бірақ көлікті қалағанша қатты жылдамдықпен айдап кастингке келеді. Чой өз заттарын ала бергенде байқаусызда көліктің кілтін әкетеді. Кастингтің алдында өзі дайындала бергенде көліктің кілтін көріп абыржып қалады. Бірақ кастинг біткен соң қайтарып беремін деп әрі қарай дайындала береді. Кенет қолына қараса 104 күн қалған екен. Дохада кілттің жоғалғанын көріп Чойдың артынша кіреді. Бірақ ол дәл кастинг өтіп жатқан залға кіріп келеді. Сонда Джей атты бас қазы ешкімді кастингтен өткізбей қояды. Чойдың кезегі келеді. Өз кезегінде Чой балалар әнін орындап, қазылармен Доханы таңғалдырады. Бірақ Джейді емес. Джей, біз құратын кино махаббат жайлы. Сол себептен сен жарамайсың деп бетін қайтарады. Чой тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды. Джей, бұл қыз бетінен қайтпайды ғой деп, оған көрермендерді өзіңе ғашық қылуың керек дейді. Чойдың көзі бірден Дохаға түседі. Оған жүгіріп барып ернінен сүйіп алады. Бірақ бұның өзін Джей жеткіліксіз деп қайтарып жібереді. Сыртта Доха кілтті ұрладың деп ұрысып бастағанда, көңіл күйі түсіп кеткен Чой жай ғана кілтті беріп кешірім сұрап кете жөнеледі. Кешкісін Чой Сон Хинмен кездеседі. Дәл осы қыз Чойдың қабілетін білетін тұғын.
Сонғы Чойге уақыттың таяғанда лажы болса үйіңде болғаның дұрыс деп кеңес береді және бізді өткенге көрсетеді. Дәл сонда Чой бір қыздың өмірін құтқаруға тырысқан, бірақ ол қыз бәрібір тәттіден көз жұмды. Одан соң қыздар көңіл көтереді. Бұл уақытта Доха қызына арнап дастархан жасады, бірақ Чойды ұмытар емес. Чойдың ойынын қызы Бет бұзады. Доха оған гүл беріп, қосымша қымбат сақина сыйлайды. Бет сақинаны алмастан бұрын, сенің маған деген көңілің жетпейді деп сақинаны алудан бас тартады. Және мені жақсы көрмейсің дегенге келтіреді. Және бірге отбасылық асқа аттанады. Сонда бізге Доханың отбасымен таныстырады. Әкесі Сен Мун, ағасы Бодин және жары Хэй Янг. Сөйтсе, осы Дохалардың кәсібі музыкалық бағытта екен, және олардың жобасын қолдауға дайын бір қытайлық инвестор бар екен. Астан кейін ағасы Бодин инвестор экстремалды спорт түрін жақсы көреді. Сол себептен тілін табуға тырысады. Бірақ бұны Доха қалай жасайды? Не дегенмен өзінде талма ауруы бар. Ал экстремалды спорт түрі бұның ауруын асқындырып жіберуі мүмкін. Ал келесі күнге Чойге Қытайда өтетін су асты жүзуіне шақырту алады. Және де Чой да ойланбастан Қытайға аттанады. Арада 2-3 күн өткен соң Доха Қытайға жетеді және отельге аттанады. Доха кете салысымен артынша Чой де әуежайдан шығады. Отельге жетісімен Доха уайымдайды. Уайымының себебі неліктен инвестор бізді күтіп алмады. Бәлкім бұл бізге ақша құймайтындығын білдіру үшін жасалған шығар дейді. Бірақ қайтсем де көндірем деген ойда болды. Қызметкері дәл ертең инвестор су асты жүзуіне қатысады. Бұл болса онымен кездесуге керемет мүмкіндік дейді. Кешкісін Чой өз әріптестерімен кездесіп, кештерін қызықты өткізеді. Чой жалғыз өзі қалғанда бассейннің жанында ән салады. Ал жаннан өтіп бара жатқан Доха әнді естіп қасына келеді. Бір-бірін көріп әңгімелесіп тұрғанда Чой байқаусызда бассейнге құлайды. Бірақ Доха дәл уақытында ұстап үлгереді. Ал Чой Доханың құшағында ұйықтай кетеді. Оянса қонақ үйде жатыр. Бұған таңданыспен қонақ үйден қашып кетеді. Қызметкері Дохаға инвестормен болатын кездесуден бас тартқанын айтады. Себебі инвестор бүгін достарымен кездеседі. Ашумен Доха инвестор Дженге барады. Джен кетуін сұрап, бүгін менде демалыс дейді. Ресторанға сөйтсе, сол кезде Бет кіріп келеді. Сөйтсе Бет және Джен бала кезден дос екен. Беттің көмегімен Доха Дженмен бірге болады. Астан соң су асты жүзуіне аттанады. Сол жерде Чой жұмыс істеп жатқан тұғын. Доха Чойға кешегі болған бүлдірген істерін айтады. Сонда қыздың есіне бәрі түседі. Сонда да қыз еш нәрсе білмейтін кейіпте болады. Олар суға түсетін жерге жеткен соң команда суға сүңгиді және су асты экскурсиясы аяқталады. Команда топ болып су бетіне қарай беттейді. Чой Дохадан бәрі дұрыс па дегенде дұрыс деп ишара білдіреді. Чой алдыға кетіп бара жатқанда Дохада талмасы ұстап паника жасайды және оттекті қабын шешіп тастайды. Чой кемеде оны күтумен болады, бірақ та оның шықпай қойғандықтан ол қайта суға секіреді. Ол оны дереу тауып, оған көмектесіп су бетіне шығады. Қолына қараса таймер тоқтаған. Түсінбей қайта есін жоғалтады. Көзін ашса кемеде жатыр. Есікті ашып қап Доха кіргенде таймер тоқтайды. Таңданыспен қараған қыз әлі өмір сүруге болатынын түсінеді. Осымен достар, көп бөлімді киноның бір сериалы ғана аяқталды. Егерде екінші, үшінші бөлімдерін күтсеңіз, комментарийға жаза кетіңіз. Және де бізді қолдауды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.